Бақаған қар аралас соғып боран, ел үрей көк найзалы жау торыған. Байғара, Жамбыл, ханда мен туыппын, Жамбыл деп қойыпты атым содан. Дейді Жамбыл ақын. Мен киіз үйде өстім. Сол кездегі барлық қазақ балаларындай мені де көшкен кезде бесіме ала жүрді. Дейді ақынның өзі балалық шағы жайлы. Соған қарағанда ақын бала күнінде қоңырқай тірлік кешкен. Қазақ халқының поэзиясының әйгілі тұлғасы өлең сөзден дулдулы жырау жыршы Жамбыл Жамабаев 1846 жылы 28 ақпанында Жамбыл облысындағы Жамбыл тауының етегінде дүниеге келген. Ұлы жүздің Шапырашты тайпасының екі руынан шыққан. Арғы аталарын дәулеті болғанымен Жамбылдың әкесі Жапа шаруа кісі болған. Жамбылдың ақындық дарыны жас кезінен ақ таныла бастаған. Базбала шағынан артасын ән мен жарғы. Кенелетіп көршелес қырғы елде де даңқы жалған. Сол кезде көпшіліктің аузынан түспей жүрген. Жамбыл жетісудың дұлдыл ақыны Сүйінбайға жылығып, анын бастында алады. Жамбыл шағым жылқышы шебденге өстепкеде патша әмірі тарылды. Зілді бұйрық саяқты өлеңінде елдің әлеуметтік саяси өмірін көрсеткен. Жамбыл Жабаев шығармашылығының жырақтау шегі 90 жылдан 90 шағына тура келеді. 1936 жылы Мәскеуде өткен Қазақстанның онкүндігінде шымылдығын Жамбыл ашты. Жамбыл сол жылы еңбек қызыл ту орденімен марапатталды. Жамбылдың шығармалары әлемнің ондаған тіліне аударылып дүние жүзіне тарады. Жамбылдың көзінің тірісінде КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты атаған. Ақынның Өтеген Батыр, Сұрашыншы Батыр, Қорығлы, Бақ Дәулет Ақыл деген дастандары бар. Жамбыл саналы ғұмарында Құлмамбет, Досмағамбет, Сарыбас, Бақтыбай, Болтырық, Шашубай ақындармен айтысқан. Соның ішінде Әкүміспен айтысы, Қызбен жігіт айтысының жақсы бір көрісі. Жас күнінде Жамбыл ақын Сара, Айкүміс, Сайтал, Кәмшат қыздармен айтысқан. Ақынның соғыс жылдары отан қорғау тақырыбына арпан жазған өлеңдері 3000 жылды құрайды. Әсіресе Ленинградтық орыным, Москваға, Майданға хаты сынды өлеңдері бар. Жамбыл ақын өмір мен өлім апарвасына өскен кеңес жауынгерлеріне отты жырлары арқылы жігер беруге тырысты. Жамбыл өзінің алдындағы аға буын өкілі Сүйінбай ақынды өзіне бір тұтқан. Ал кенен Әзірбаев Жамбыл Жабаевты тәлімгері деп таныған. Жамбыл 1945 жылы 27 маусымда Алматы облысының Ұзынағаш елді мекенінде 99 жасында дүниеден өтті. 1946 жылы ақпанда Қазақстан халқы жыр алыбының 100 жылдық мерейтойын тойлады. Сол жылы ақынның таңдамалы шығармаларының академиялық жинағы қазақ және орыс тілінде басылды.